Достар, бағаларын бәрін көріп жатырмыз. Бағасы көтеріп кеткен. Қазір мына жерден 50 болатын көлік таппай жатырмыз. Міне мына Toyota Camry'ді 5 миллион теңге дейді достар. Ол жақтарда ең бірінші барғанымызда бізде алдыңғы терезені шақып тастаған болатын. Головкадан су жіберіп қойды. Машине! Уже нарықта дұрыс автокөліктердің жоқтығын білдіреді. Қайырлы таң достар, қалдарыңыз қалай? Талдықорғанда бүгін күн керемет болып тұр. Біздің Талдықорғандағы екінші күніміз. Қазір біз көлік базарына кетіп бара жатырмыз. Ол жақтардан көліктер қарап, сіздермен обзор жасап, барлығын таныстыратын боламыз. Базарға кіру бағасы 600 теңге екен достар. Мына жерде өзі машиналар жиналуда. Достар, базарға келіп балын сына дейді ғой. Осы жерде келіп қаншама көліктерді сатып алып, кейбір көліктерді Талдықорғаннан сатып алатынында базарға шығарып, кейбір көліктерді осы жерде сатып беретін. Ондай да кездер болған. Адамдар перекупщик дей берсін, неше түрлі дей берсін. Бірақ қарекет қылған адам, зато мен ақша тауып жүрміз, достар. Реально ақшалар тауып жүрміз. Көп сөзден гөрі қарекет керек те. Реально адамдарға айтып, былай істеңдер демесе, адамдар әрекетке бармайды, достар. Мен өзімнің басымнан өткен ондай кездер. Және де достар, міне өздеріңіз көріп отырғандай, қаншама возможность жатыр бізге. Мына жерде ақшаңыз жоқ болса да барып, адамдарға машинасын сатып беріп, хотя бы қарекет қылатын болсаңыздар, сол кезде ақша табу мүмкіндігі артады. Ал енді ақша деп айта береді десеңіздер, ақша болмаса, достар, сіз басқаларға қалай жақсылық жасайсыздар? Сондықтан қарекет керек. Жігіттер жанып тұрған үміттер, тут все изменит один день, көтіңді көтеріп, не сможет тебя удержать на высоте. Хочешь много денег, ты даже не вспотел. Мынандай биляшымен, мынандай шашлықтармен осылай перекупщиктің таңғасы басталады. Кезінде біз осылай бастайтынбыз. Енді бар нәрсені бардай айту керек те. Не для веселья не нужен повод, полный толер. Есть предложение, кидай нам номер, всегда вне зоны. Важные дела, убитые дела дома. Я с раннего утра уже на движниках. Ежелден достар, ата-бабамыз базарларды сату алаңы ретінде қолданған. Қазір заманның дамуына байланысты колеса сияқты онлайн алаңдар пайда болуда. Автокөліктерді онлайн түрде суреттерін жүктеп қойып сату бар. Бірақ та достар, базарда өз актуальдығын әлі жоғалтқан жоқ. Өйткені қарап отырғанда өздеріңіз кісілерде, адамдарда көп, және де көліктерде міне бірінен кейін бірі кіріп келіп жатыр. Ал енді бұл жерде сіз базардың бір өзінің басымшылығы, бұл жерде автокөліктерді офлайн түрде, яғни қалай бар солай түрінде көре аласыз. Өздеріңіз кеше біздің осы Талдықорғанға келіп колеса арқылы іздегенде көргендеріңіз автокөліктерді көру, жаңағы барып көргеннен кейін оларда фотода жақсы болып тұрады да, ал барып офлайн түрде көрген кезде олардың жағдайлары басқалай болады. Достар, жаңағы Toyota Camry'ді келіп көрдік. Көлік иесі түсіруге рұқсат берген жоқ, әйтпесе барлық процесті көрсететін едік сіздерге. Енді көлік иесінің рұқсат бермейтіндей де жөні бар. Өйткені достар, машина бар, жан-жағының стойкасының бәрі соғылған, қағылған, шпаклевка. Сол машинаның өзін рыноктан бірдей сұрап отыр бағасын. Сондықтан да осы базарда сіз бір жерден бірнеше көлікті келіп көріп кету мүмкіндігі бар. Осыны қазір біз өзімізде Q-Photopar компаниямызда қолданып жатырмыз. Платформа жасап, сіздерде мына жерде егер базарда тек қана жексенбі күні болатын болса, ал біздің Q-Photopar компаниясында да платформа қойып қойдық. Крытый жерде машина, жабық жерде, жаңбыр шашынға қарамай автокөліктердің барлығы тап-таза болып тұрады. Сондықтан да қазір міне мысалы көліктердің бағаларын қазір көріп өтетін боламыз. Бұл жерде перекупщиктар алаңы десек те болады. Өйткені перекупщиктар мысалы осы воскресенье күннен
максималды түрде қолдануға тырысады достар. Өйткені олар егер осы жерде саталмаса, бір апта бойы келесі базарды тосып керек болатын. Бұрын қазір колеса арқылы да сата береді, бірақ та қазір қаншама көліктер келіп жатқаннан кейін олар айырбас жасайды. Таңертеңгі уақытта обедке дейін бағаларды ұстап тұрады. Одан кейін барып олар сатылмай жататын болса, уже бағаларын түсіріп, көліктердің болмаса айырбас іздеп, өздеріне сол көліктерін сатуға харекет жасайды. 2004-2 кеше Сараковканы 2006 жылға 4-2-ге алайық деп жатырмыз. Mazda 626 93 жылғы 1.300.000 бағасы сұрап тұр, 2 объем универсал. Негізі өте сұранысқа ие көліктердің бір рабочий машина болатындығы. Audi S4 көлігі базарға дайындаған екен, көрініп тұр. Жуып шайып, бағасы жазылмаған бар. Адамдар немесін жүреміз жатыр. Қазақта Camry жақсы көреді достар. Қазір Camry 20 көліктерді барып бағаларын көретін болады. 209. Бірінші рет шығып тұрған жоқ базарға. Өйткені достар, ценникті қарасаңыздар, мыжық-мыжық. Москвич көргенде шығып тұр. Мынау воспоминания. Едем в соседнее село на дискотеку. Едем на дискотеку. Год какой, бать? Год какой? 90-й. 90-й год? Достар, менде мынандай осындай көлік әкемде болған. Сол кезде біз көрші ауылға жиналып алып, негізі білеміз, төбелесетінімізді ол кезде 98-99 жылдары осыған мініп алатынымызда көрші ауылдарға барып, ол жақтарда ең бірінші барғанымызда бізде алдыңғы терезені шағып тастаған болатын. Содан кейін машинаны тығып тастап, барып дискотека, былайша айтқанда, ауылдың дискотекаларына қатысып қайтатынбыз осы көлікпен. Мен негізі біздің кезде осындай көліктермен басталды. Менің алғашқы автокөліктерді айдауым Запорож көлігі болды әкемде, потом осындай Москвич көлігі болды. Ең бірінші Жигули алған болатын. Сол көліктерден ақырын осылай ГАЗ-53 көліктерін айдау арқылы үйренген болатынбыз. Едем в соседнее село на дискотеку. Бағасын 5 миллион дейді. 2003 жылғы Camry достар. Машине все цены подняли. Картошка стоит 250, а говорит, доллар поднялся. Туалеты натаковать, да, здесь? Туалет нету, негде. Че, копаться нельзя, деревянку поставить, и 600 тенге берешь. Правильно, Жотя. Так, вот. Когда правду говоришь, обижайтесь. 92 жылғы Audi көлігіне 2 миллион сұрап тұр достар. Так, 92 жылғы Audi 80 көлігі механика 2 объеммен 1,5 миллион теңге сұрап тұр. Расыменде достар, Гранитта жақсы машина қалмаған расында да. Барлығы Қазақстанның границалары бәрін жауып тастағаннан кейін қарасаңыздар, машиналардың жағдайларының бәрі өте нашар. Қарап көріп отырғандарыңызда өздеріңіз көлігі 91 жылғы 1,8 объем 700 000 теңге. Масло даже на щупе не было видно. Ну, вот прозрачно. За Camry сколько стоит? 4800. Год какой? 6 последний. 6, да? 4 миллион 840 000. Mazda жүреді газда дейді 91 жылғы 2 объем 900 000 теңге сұрап тұр достар. Passаттар, мына миллионға дейінгі көліктерге обзор жасасаңыздар деген. Мына Audi'дің состояниесі жақсы. Қанша? Год какой? 91. 1 миллион 350 000 теңге сұрап тұр достар.
Бірақ көлікті базарға дайындаған көрініп тұр. Талдаудағы көліктердің барлығы жағдайлары 92 жылғы 2D3 Mercedes механика 1 миллион 400 бағасы. Мына жерде 190 Mercedes 92 жылғы автомат 2 объеммен 1 миллион теңге сұрап тұр. 92 жылғы 2 объем 1 миллион 600 1 миллион көліктерге обзор бітті. Бағасы жоқ. Көбінесе Талдықорғанда бағаларын жазбайды екен. Сонымен қоса туалет жоқ достар. Расымен де анау туалет құлап жатыр, қарасаңыздар. Құлап тастаған екен. Механика 1 миллион 850 мың теңге тұрады. Mercedes. Достар, бағаларын бәрін көріп жатырмыз. Жаңағы айтып кеткендей, қазір бағаны барлығы ұстап тұр. Мысалы, Camry 2003 жылғы 5 миллион теңге сұрап тұр, өздеріңіз ойлаңыздар. Camry сороковкалар 30 сондай 5 миллион теңге сұрап тұр. Сороковкалардың өздері 5 миллион 6 миллионға шек сұрап тұр. Қазір мына жерден іліп алатын көлік таппай жатырмыз, бірақ түстен кейінге қарай бағалар түсе бастайды, айырбастар іздейді. Сол кезде қазір қарап көретін боламыз. Негізі расымен де Қазақстанда нарықта жалпы жақсы көліктер қалған жоқ достар. Достар, сонымен базарды бір аралап шыққандағы түйген ойымыз. Жалпы жақсы көлік аз, бірақ қымбат. Бағасы көтеріп кеткен. Адамдар бір бас салдырап кеткен деп. Естегішті. Талғатаға сөйлесіп жатыр. 25-30 мың теңгелік полировка жасайтындар бар. Бірақ краскасы жақсы ғана, краска қымбат краска. 30 мыңға жақсылап полировка жасатса болады, машина жақсы болады тұрса. Бірақ енді қаншаға бересің? 4-4-ке беріп жүрем. Менде брат 4-1 бар да просто. Соған расчет етіп. 4-2 беріп отыр ғой жақсылатында. Никак келмейді? Жоқ, келмейді. Жақсы онда брат. Не машина? Toyota Vensis. Vensis. 2010 жылы. Ал достар, сонымен біз қазір Талдықорғанның базарынан шығайық деп жатырмыз. Өйткені базарды көрдік. Қазір кеше колеса бойынша көріп кеткен бірнеше көлікке сөйлескен болатынбыз. Қазір сороковка автокөлік өзінің келісімін берді біздің бағаға беруге. Енді қазір Алла қаласа соны шығып барып алып рәсімдеп Алматыға қарай жолға шығайық деп отырмыз. Сол үшін Талдықорған базарында аса қатты бір жақсы машиналар көрген жоқпыз. Барлығы районнан келген, жағдайлары аса емес, даже базарға дайындалмаған машиналар. Соның өзінде достар, олар бағаларын кереметтей қылып ұстап тұр достар. Бағалар өте жоғары. Біз өзіміздің Кифотулпар компаниямызда негізі бағаны аса төмен ұстайды екенбіз. Қазір мен соны салыстырып көріп қарап жатырмын. Toyota Camry'ді Ерал көрсеткенші. Міне мына Toyota Camry'ді 5 миллион теңге дейді достар. 2003 жылғы. Осыны міне адамдар қарап жүр 5 миллион теңге. Уже нарықта дұрыс автокөліктердің жоқтығын білдіреді. 5 миллион теңгеге сіз сороковка Camry аласыз. Егер жақсы іздейтін болсаңыз 45 Camry аласыз. Неге өкімет осы адамдарға жағдай жасамайды екен? Негізі утиль сбор деп қойды. Оның неге керегі бар? Мысалы, қаншама жақсы көліктерді шетелдерден арзан бағаға келіп кіргізуге болады. Қазақстанда өзі 18-19 миллион ғана халық болатын болса, соның бір ары кеткенде 7-8 миллионы автокөлік айдайтын шығар. Сол 7-8 миллион адамға жақсы көліктерді әкеліп кіргізетін болса, ол бір жанұяны бағып отыратын кейбіреуіне табыс көзі болады. Ал енді кейбіреуіне жұмысына барып келіп жүргенге, ал енді
тапқан таянған барлығын егерде бөліп сол автокөлікке салып отыратын болса, болмаса ол бұзыла беретін болса, бұл Қазақстанда тұрғындарға онсыз да кредиттен көз ашпай, квартирадан ақша төлеп жүрген қазағымызға бір ауыр. Сондықтан да осы жайлы өкімет ойланса, нұр үстіне нұр болатын еді. Міне базардың кіре беріс жері. Күздің жайма шуақ бір күндері, достар. Алматыда жаңбыр дейді, Талдықорғанда кеше біраз күн суық болған, бүгін күн жауып тұр. Осы трассаның бойында мен талай рет жүріп өттім десем болады. Міне мынау, достар, авторынок, запчастар жатады бұл жерде. Бұл жерде мен тоже машиналарым бұзылып, лимузин әкетіп бартқан кезде мен 2005 жылдар қойдым, по-моему, 2005-2006-да мен Үржарға лимузин апарған кезде сол лимузин бұзылған болатын. Менде головкадан су жіберіп қойды. Сол кезде осы жерге келіп, потом Талдықорғанда қонып, Талдықорғаннан бір мотористерді тауып, олармен сол кісілердің үйлерінде болып, машинаны жасап, ақыраяқ 3 рет шығып, ол көліктің головкасынан қайта су жіберіп қойдым. Микротрещина бар екен. Содан кейін барып таста кеткен ол көлікті. Ана жігітке ол уже моторист жасап, бірнеше күн айдап, бір күн звондайды, мен машинаңды жасап қойдым, келіп дайын, ал кетсең болады деп. Содан ауылға сол лимузинді Үржарға апарған болатын ең алғаш. Одан кейін уже бауырым Хаммер көліктерін апарды Үржар жақтарға. Осындай автокөлікпен негізі көп өмірім байланысып өтті десем болады, достар. Жұрт айта береді анау мынау, қараусың ау, алысқа барасың ба?